Күн сайын магистральдық мұнай құбырлары арқылы мыңдаған тонна мұнай тасымалданады. Бұл тәулік бойы тоқтаусыз жүретін күрделі процесс. Оның қауіпсіз әрі үздіксіз жүзеге асуын мұнай тасымалын басқару орталығы үйлестіреді. Ал осы жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін мамандардың бірі бас диспетчерлік басқарма бастығының орынбасары Арнұр Үмбетов. Күнделікті жұмысыңыз неден басталады? Негізі жұмыс күні менің жедел жағдаймен танысудан басталады. Диспетчерлер өздеріңіз білетіндей 24/7 жұмыс жасайды. Ауысыммен солардың мысалы түндегі істеген жұмыстары, мұнай газ тапсырушы ұйымдардан қабылдаған мұнайдың көлемі, қабылдау, тапсыру, айдау жөнінде соларды тексеру, кешегі мысалы берілген тапсырмаларды орындалу барысын тексеремін. Диспетчерлік қызметтің ең үлкен жауапкершілігі неде? А пунктінен Б пунктіне жеткізу. Соны қадағалап, А пунктінен Б пунктіне жеткенше дейінгі соның сапасын қадағалап, барлық стандартқа сай жұмыс жасау. Еңбек жолыңызды қай жылы және қай қызметтен бастадыңыз? 2009 жылы 1 маусымда, яғни 17 жыл бұрын, қазіргі Тарас Қасымов атындағы мұнайдау станциясында тауар операторы болып бастадым. Тауар операторынан бүгінгі қызметіңізге дейінгі жол сізге нені үйретті? Жұмысқа деген жауапкершілікпен қарап, барлық процестерді түсіну, технологияны білу, және де кез келген жағдайда дұрыс шешім қабылдауды үйретті. Жас маман кәсіби қалыптасу үшін неден бастау керек? Жұмысқа кіргенде еңбекқор болу керек. Тәжірибелі мамандардан үйреніп, қосатын жерде қосып, өз ойын. Қазіргі енді бәрі стандартта көрсетілген, жұмыстың барысы, сосын практикада да соны қолданып, әр маманның өзінің пікірі болу керек. Кәсіби жолыңызда сізге кімдер үлгі болды? Әріптестерім және де бұрын жасаған, қазіргі де басшыларым деп айта аламын. Солардың арқасында бірнеше тәжірибе жинадым. Бұл салада ең маңызды қасиет қандай? Мұқияттылық, тез әрі дұрыс шешім қабылдау. Жұмыстан тыс уақытта қалай демаласыз? Белсенді демалған жақсы көремін. Жаяу серуендеу, жүзуді жақсы көремін. Сіз үшін жетістік деген не? Денсаулықтың болуы, отбасының амандығы және өзінің сүйікті ісімен айналысу деп ойлаймын. Жиі еске алатын немесе өмірде ұстанатын нақыл сөзіңіз қандай? Еңбек түбі береке, өйткені еңбек еткен адам әрдайым өзінің алға қойған арман мақсаттарына жетеді деп ойлаймын. Еңбек жолын өндірістің бастапқы буынынан бастаған Арнұр Үмбетов үшін әр кезең жаңа тәжірибе. Бүгінде сол тәжірибесін күнделікті жұмысында пайдаланып, әріптестермен бірге мұнай тасымалы жүйесінің тұрақты жұмысына үлес қосып келеді. Ол үшін кәсіби өсу ешқашан тоқтамайды. Үйрену, іздену және тәжірибелі әріптестерден тәлім алу оның өмірлік әрі кәсіби ұстанымы.